Хай достар, барыңызға сәлем, сендермен бұл мен Бек Сұлтан және де Мадияр Пернева. Және де Чина. және де Мико. Достар, бүгінгі видеода бізде бүгін кім соңғы осы ваннадан шығады, сол Короче, соңғы болып шығу керек болды. Негізі ананы шаршадым, ойбай деген жоқ, достар. Ну нахер. Отец. Что-то Чинаны сіп шығарып жібереді, ағасына сияқты ғой Чина. Настрой мощный. Так, ол достар, негізі бұндай контентті мен өмірімде түсіремін деп еш ойламаппын. Бек бабамыз айтқаннан кейін 30 мың теңге үшін кім беріп жатыр 30 мың теңге? Конечно, жерде жатырмын 30 мың теңге. Иә, көрейік. Бағымыздан көрейік. Ел жұрттар қиналып табылып, біз туалеттен шықпай. Ей, мынаны кім жасын? Достар, бұл Мадияр аға Чина, Мейрамбек оңай деп ойлап жатыр да, бірақ қазір шашақ кеткен кезде көреді уже. Жата беремін. Оны ойындашқа ішіміз ауырып кетсе қалай болады? Қарым айтамыз ғой. Ішің ауырса. Ал достар, ендеше басталды. Кеттік, бастаймыз. Бір-екі. Бүгін видео басталды, таяқ жерге тасталды. Не істейміз ал? Кім не істейді? Не челлендж жасаймыз? Еркекше, осырын жоғынан де. Нормально отырайық. Ауа жетпей жатыр. Достар, кім кішкенде ваннада төртеуміз өгіздей болып жүргенімізді айтсаңыздаршы. Саған сол носки чечек бірінші жер. Мен ванна ішіне кіріп аламын. Ванна сабындарды айтыңыздаршы, достар. Бұл сабындар не үшін екен? Қазір Түсіндіресің ба? Мадияр аға өз түсіндіріп кетеді. Бұл Мадияр ағаның өзін дайындаған бір челлендж екен бізге. Так, олар достар, бүгінгі видео басталды, таяқ жерге тасталды. Мен сіздерге мына туалетімізге кішігін румту жасайық. Қандай ішінде декоративтер тұр, бір көрсетіп кетейік па, иә? Көрсетейік. Так, бірінші, оң жақтан бастайық. Бізде Хайер фирмасының стиральный машинасынан қарсаңыздаршы. Мынау деген халям-балям емес, бір 150 мың тұрады. Кинодағыдай болмай ма, ерге басып жолға? Ей! Так, одан кейін бізде полотенце, негізі екі адамға, как положено, азында зубный щеткасымен, одноразовый шампунымен, душевой гелімен. Так, не істеймін, да, екеуі? О-майо! Іштерің ұстадыр ма? Короче, на ат не таның? Дәрет алу. Көп жуатын нәрсе ол өзім. Жо, смеситель мет, не это? Дәрет алатын нәрсе короче. Гигиенический деп айтылады. Және де бізде дәретхана қағаздары, сосын мынаны қараңдаршы, современный, мынандай нелерімен, сызықтарымен, мынаның ішінде бізде сақалалап новый ғой, новый. Что-то тұрып тұр. Сосын бізде мынандай сабындар бар. Бұны қазір видео орысында челлендж жасап көретін боламыз. В общем, короче, туалеттің осындай, ваннаның іші. Короче, кішігірім рум-турымыз осындай. Примерно көрдіңіздер ғой да біздің ваннада не бар екен. Новый ғой, қырын бамайын ба? Қырыны бамайын ба? Қай еріңді? Сенде ма? Қырыны бамайын бір тілесті деген де? Сен ана сақалыңды ала сасай, сөйтсейші, бәсе, бір пайдалы іспен айналсыз, қырыны бамайын деген бір тілесті деген да? Сабының бірін аш. Аш сабын. Қайсысымен жуынған қадыр айтшы, детский ма? Розовый детский бересі. Солдастар әдем болады. Ма. Жақсылап. Сон, искемесен болмай ма соны? Ису көрейді. Шымен сақалап жатыр ма? Жоқ, батымды алған, батымды. Кәні? Батымды алған. Нағыздарсың. Бетің жүнін болдың жатыр ма, не қылды? Полный жүніп кетті ма? Шешініп дұшқа шығып кетесің. Енді шымен сақалын алды ғой, палуан, бөлексің. Негізі бетін жауып қойық, ше? Біреулер айтады, бұнда жерде сөйлемеу керек деп. Негізі бұны туалет деп қабылдамайық, ванна деп қабылдаймыз, ванна. Видеоның тақырыбы ваннадан кім соңғы шығады. Түсіндің ғой, Мына әкетті ғой, Мына баяқсына сақалы қанша болды қарылмағанда? 2 күн ғой. Ой, шекпені ой өспейді жа? Болдың ба сақал алып? Болдың ба? Давай жіктер бетейік. Ішіміз қыспасын, короче. Намен, короче, ойнайық. Мына ат не еді наның? Ватус ба? Ватус бет. Короче, осы мет. Короче, давай я. Короче, бетейік. Короче, намен андай ойнайық. Будка челлендж деген бар ғой. Маған, короче, тұрғызу керек қой, сондай ма?
Onun için lan cidden pısımız uyku Давай, geldi. жинап кім даганда тұрғызады короче. Тагатса тұрғызады деген ғой. Иә. Андай ма мысалы қара. Şimdi ayaklarını suya salmadan уже. Короче, андай ғой. Тема. Бірінші раундта, короче, кім тұрғыза алмайды, сол шығады, короче. Түсіндіңдер ма? Так, достар, жалпы қалай бұлай видеолар ұнап жатыр ма, достар? Егер видео ұнап жатқан болса, достар, лайктарыңыз басып, мен арнама кім тіркелмеді, подписаться кнопкасын басып тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Себебі, достар, мен сіздер үшін тырысып жатырмын. Сонымен қатар, достар, мен арнамдағы видеоларды 80% адам менің каналыма тіркелмей көреді екен. Өте обида ғой, достар. Жоқ, просто көріп жатсыздар, лайк басып кете саласыздар, тіркеле саласыздар, и все, достар. Мен қуанып, одан сайын еңбектене беретін боламын, достар. Сол үшін, достар, давайте барымыз тіркеліп, мені қуантып кетейік. Сонымен қатар менде қазір 394 мың подписчик, уже 400 мыңға сәл қана қалды. 400 мың ары қарай, 500 мың ары қарай, миллионға да көп емес, аз қалды. Достар, барлық осы менен Бекүсен, сен осы ақшаны қаяқтан табасың? Жалпы үйдегілер болсын, достарым болсын, осы жатпай сен өмір қыдырып жүресің, осы. В общем, бека қыр-сырың айтшы дейді, достар, мен ақшам барлығын айдеңіз беттен табамын. Егер де сіздер, достар, киберспортқа немесе спортқа ставка тікілеріңіз есе, менің осы видеоның астындағы бекітілген комментарий бойынша да сілтеме бойынша өтіп, осы менің Бекс промокодымда жазып тіркелетін болсаңыздар, сіздерге алғашқы салынған 500 мың теңгелеріңізге 260 мың теңгеге дейін бонус беріледі. Сондықтан, достар, бекітілген комментарийдайға сілтеме бойынша өтіп, барлығымыз тіркелеміз, Бекс промокодын тереміз, және де ұтыстарға ие боламыз. Ендеше болмай қалды. Келесі, Мейрамбек. Не видели? Адам жездендірмеңдерші. Тұрмайды ғара. Сразу. Кішкентай кездегі. Міне, ойланбай, былай ғой жігіттер. Надо вести. Сен қаларына ағаш жүзіне кел. Міне, көрсетсеш мен нақ. Көрсетші, андавай. Бека сен тұрмайды. Мейрамбек бейт барды ғой. Давай, әкет. Әне, ешкімде тұрмады. Екінші ұрып. Сәл қалды. Сайға. Достар, уже страшно терлеп жатыр. Жаман ыстық. Ара, кетті. Қалай бүйтіп ойлап тұрсың ба, деймін бүйтіп ма? Білмеймін, көрсейін. Орышын. Нағара, кетті. Чина. Береді, орышын болды. Обшын болмады ана. Иә. Бека көрейік, ал давай. Тұрайын деп қалды, бұл Болмай, сен де екен, орышын. Сықтай берді. Адамдар, жай ешін былай қара. Егер мен... Әне, көрдің бе? Давай, вообще, болыңдаршы, не құрзамай кетіңдер. Ес! Біреу бар. Оп, бәргел, бастадық. Екі болды. Керемін шаттыз. Чина тұрғыз кетті. Енді Чина. Давай. Кеттік. Давай. Екеуі қал. Ол, маған көмектеспейді ал. Шымен битеге. Осыдан кәз кім ұтады, сол шығады. Келесі шығады, кім ұтады, сол шығады. Кім ванада сол шығады. Чина, өзі көрсетіп сайт қазір. Былай ғой. Болды, салам. Отыз мың теңге, өзімізде 30 мың теңге. Шағын қалдық. Ваннадан шығып кетем ба, не? Иә. Желайзен шығады дедіңдер ғой, майды? Ойының атаусы көтті кәді. Жетпесе сен шығайын тұрған жақса, сен телесінде жақса болсын. Ойда жоқ, шыға Иә. Мейрамбек қызға тұршы, сеге қызық болып отыр, Ойдаш, қызық болып отыр ма? Жоқ, короче, достар, бұл енді отырсақ бәріміз отыра береміз ғой. Бұл жерде енді банадан шығу үшін осындай бір челлендждер арқылы бірін-біріне сөйтіп шығармасақ, басқа вариант жоқ. Қазір кім шығаршы, сабынды тұрғызып сөйтіп. Көрсем, кете берсейсің, о жағын не қыласың? Давай, қош бол. Давай, жан. Давай, аман бол. 30 мың теңге. Қолматында жаман арам Алла келмесін. шешіліп. Ама дерек өтті қана, вычкінің өзі көмектеспей жатыр ғой. Иә, короче, болды. Первый этап өтті, біріншісінен анықтап алдық, біраз кетті, короче. Үшеуміз қалды жігіттер. Енді сәл демалып, нетіп олайық. Ауыл деген сияқты ма? Бізде екінші этап. Короче, ойын шарты мынандай. Мына шелекке ана бұрышқа қоямыз да. Короче, мына бұрыштан
ана бұрышқа мына туалетный бумага тастау керек, короче. Түсіндіңдер ма? Бізде, короче, общий 6 туалетный бумага бар, міне. 6 туалетный бумага бар. Кім, короче, көбін азын салып қояды, сол шығады, түсіндіңдер ма? Сразу шығып қоямыз ба? Иә. Так что давай дегендер. Бірінші өзім бастайын. Өзім. Баскетболистсің ғой мен? Өзім. Так, олай болса, бізде бірінші раунд өзім бастап берейін, қараңдар. Кеттік бірге көшіп. Ана ауыр екен ғой жаман. Екінші. Бұл шында ма? Қана оқиын мен сүйенді. Вообще болмайды ғой, ну. Береге. Қасойсың. Біреу сабады. Негізі. Шелек түсіп кетті достар. Бірінші өзім бастайын. Өзім. Баскетболистсің ғой мен? Өзім. Ал чина балуан. Баскетболға қатысқан мен жігіттер, спокойно. Ой, давай. Спокойно. Ой, неге? Жоқ, біріншісі жай проверка дейді, екіншісі міне. Есть. Біреу бар. Біреу бар. Сәй, артқа тұрсай тағы. Жақын тұр, менен жақын тұр да. Есть. Мен сіздер қасой емеспін ба дейді. Есть. Базар жоғы, красавчик, отсын деген үшін жан береді. Destiny focusing on my fate. I don't give a fuck what you rap. Маңыз бір тұрғысам жетеді. Иә. Бисмилля. Ей, мынаны жер айтпайдың. Rollies straight up to the top with bankrolls and rollies. Есть. Болды, вали шығып тұр уже. Есть. Me, that's a deal. Есть. Like 550 on the 5 stick. Есть. Короче. Мен басқа қатыспағым достар бірақ. Открывай двери без ключа. Ча. Негізі әдейі емес, по идее мен до конца қалып, ана нені көргім келген, жаңағы сабынның челленджіне қатысқым келген, по идее башына құрастырған дайындалып келген. Ну ничего, жарайды. Өмірде жақсы істіктер, сәттілік. Жақсы. Көрдіңіз. Бауырым, давай. Ал короче достар, біз Чина братан екеуміз қалдық. Енді екеуміз біз. Наедине. А? Наедине. Или келесі боламыз ба? 15-15-те. Или до конца ма? До конца. До конца болсам да асықпай челлендж ойнамай тұра тұрайық па даймен шашым жуып нетіп Давай. қояйық. Әбден терлеп страшно нетіп. Так, Бека жуынам дейді, басын жуып алам дейді, ал енді кетті Бека. Басым жуым достармен. Мұздай суға да? Иә. Так, достар, Бека басын жуып жатыр, а бізде қазір соңғы челлендж қалды. Білмеймін, мен дейді ыстықтап кеттім. Бірақ бізде финал қазір. Или Бека, или мен кім ұтады, қазір видеоны стопқа қойып, комментария жазып кетіңіздер. Чина деп жазыңдаршы, мен білемін сіздердің қолдауларыңыз. Қалай? Свежий болып Кайф болып қалды ма? Так, достар, мен білмеймін уже, мына ішінде жүре беріп, бір квадратта ше, уже басым айналып жатыр ше, бір түрлі болып тұр. До конца барасыз ба бірақ? До конца барам бірақ. Мен қай видеода көрдім берілгенімді. А? Челленджімізді бастаймыз, білмеймін, океан андайсыз. Сәл басын суға жуып алып кішкене миы кірейін деді ма, энергетичный болып қалды ма, рахат болып қалды бір. Ал так, достар, бізде соңғы челлендж қалды, ал мен сіздерге челленджді түсіндіріп өтейін. Қараңыздар, бізде мына жерде 10-15 шақты сабын бар. Челлендждің сұрты қандай, міне, бірінің үстіне бірін былай сабындарды қоямыз. Осылай кім көп сабын қояды, мысалы 6-ау, 7-ау, үйтіп құлатпай. Кімде мысалы бүйтіп құлап қалады, сол ұтылады. Кім көп 6-ау, 7-ау қою керек. Бірақ қараңыздар, мыналардың газы бар, қағазбен тұр. Біз газ бұлардың бәрін қағаздан ашамыз да, сулап сабындаймыз да, сосын барып тұрғызатын боламыз былай. Бірінің үстіне бір. Так, пока ведроның ішіне саламыз барлығын. И осының ішіне қазір су жинап сабындайтын боламыз. Алтай достар, мен сабындардың бәрі бізде дайын. Бірақ енді қазір бұл суланбай тұрған кезде бұны тұрғызу оңай болады. Сол себепті біз бұлардың барлығын сулайтын боламыз. Ендеше кет. Так, хоп. Так, болды бәріне суға батты. Жақсылап айналдырамыз. Қазір суға аттап. Қалада осымен. Қарағалы көпірді. Так, енді бүйтеміз достар.
Мен мына жер кеңдеу ғой бізде. Дұрыс па Бека? Үш жерде көреміз, ә? Так, кім бірінші бастайды ол сулиф арқылы шешіп отыр. Кім ұтылады сол бірінші бастасын, ә? Кім ұтылады сол бірінші Кеткенше. бастайды. Бір сулифа, 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 сулифа. Ей, Чина палуан бірінші бастайды. Көрейік ал. Так, достар, мен сіздерге жаңа ойыншарды түсіндірдім. Бұл жерде бізде ешқандай да уақыт жоқ. Просто асықпай бір-бірден қашар құлап кетеді. Мысалы мен қазір біріншісін қоямын. Біріншісінен палуан қойған соң, екіншісін қойғанда может құлап кетуі мүмкін. Бека үшеу қойса, значит екі ұтады. А тең болса қайтадан ойнаймыз. Ал так достар, дәл осы жерден жазып қойыңыздар, кім ұтады десеңіздер, қазір уже осы челлендж біздің тағамымыз болады. Міне біріншісі кетті. Мынаны қайып отыр ғой, ә? Иә, біріншісі кетті. Міне екіншісі кетті. Үшіншісі кетті. Қалай кетіп отыр? Әдемі кетіп отыр? Әдем. Төртіншісі кетті. Спокойно бол. Бесіншісі кетті. Әдемі кетіп отыр. Алтыншысы кетті. Уже что-то қисық кетіп қалған сияқты, ә? Тайып отыр мыналар. Так, бесеу кетті ма? Алтау кетті. Алтау кетті ма? Тайып отыр. Жетіншісі кетті. Что-то бәрін ой жерейін ба? Мына ашық болған сияқты. Ашық болған сияқты бір адам. Жетеу қойын соқсын да. Жетеу ма? Сегіншісінен қойын. Солда потолок негізі. Алтай достар, әнше мен кезегім. Жетіден асуым керек. Бара жатырсам жаңда. Алтай достар, менде жетіншісінде құлады қазір Беканың возможностьын көреміз. Осы сәтте 30 теңгенің тағдыры шешіледі. Бұл бізде финал. Бірақ енді Сулифадан ұттың, может, яғасы жайғасып отырып. Достар, молдасыздар отырған. Ал, бастайын. Айбай, мынаны өзі нетіп жатыр ғой. Давай. Чина су суғып қысып тұрыш. Біз 4-3-тен басайын жаңа Чина фатальный ашық қойсақ негізі. 2-4-3-тен кейін сразу андай дөңгелеуін қойып жүрді. Екеу кетті міне. Басқа да 4-3-тер бар ау деймін себебі бұл жақта ше. Бар екен. Екеу кетті. Үшеу кетті. Үшеу удобно отырып алған. Үшеу. Төртіншісі кетті. Төртіншісі. Ойлайсың ғой жеңілде ұш қисық кетіп отқан қайдан білсін? Бесеу кетті. Қазір қала жетіншісі емес. Алтау Алтау кетті. кетті. Уже қисық кетті. Достар, бәрі қойып беріңіз. Қазір 8 тұрса, жеңіз ба? Жеңіз. Ай, қиынау. 8. Чадам. Мен достар ойлағым бүгін Бека қонақ қой бір 30 теңге берейін Чина братанға деп ойлағым бұл негіз. Қараңыздар, не істеп жатқан? Достар, қанша болды? Қараңыздар, не істеп жатқан? 8 болды достар, 9 жүрсін қойып сәйленді. Давай. Кетті, 9 кетті. 10. 10 кетті. 10 кетті. Достар шанс жоқ екен ол, шанс жоқ екен ол. 11 кетті. Что-то шапыз сияқты. Что-то ашық болады сияқты ма? Ал, 12. Тайып жатыр. 12. Так, достар, Бека 12-ге дейін апарды, менде 8-шісінде болады. Менікі 12-шісінде, 13-шісінде. Десен менде нормально осып кеттім. Так, достар, біз мойымаймыз енді, Бекаға не дейміз енді? Қонақтарды не уважает екен дейміз енді, не дейміз енді? Достар, қолым бәрі мынандай болып кетті міне. Ал олай болса достар, осымен видео аяқталды. Бүгінгі видеода өзім жеңіске жеттім өз каналымда. Ұят жоқ екен бұл балада, қонақ болып шақырып енді ұтып кеткен болмады. Болады ондай. Түсінемін мен, басқа жоқ, міне құтты болсын. Бар деп мойындау керек. Жеңіс құтты Жоқ, болсын. мен келіспеймін kanka. Заты сен мұртыңмен саған кіріп алдың. Мен келіспеймін. Бека? Тегін алдым десең. Жоқ, басына шарт басқаша еді да, кім соңғы салды деп.
челлендж арқылы шығып кеткенім қалай болды? Өйтпесең шығатын түрің жоқ қой сен. Сөйтіп қызық еді. Болмайды ондай. Так, олай достар, видео енді өз видео жайында пікірлеріңіз жаза кетіңіздер. Қалай? Ұнады ма? Ұнаса білесіздер, репеттеріңіз аямай баса кетіңіздер. Комментарий пікірлер жаза кетіңіздер. Ал мені барша жан қолдаған жандарға рахмет. Мен білемін, көбісі қолдап отыр. Бізді ешкім қолдамайды. Достар, видео ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Ендеше біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі жүздескенше аман Сау болыңыздар.